Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге YouTube'тағы лақап атты, яғни псевдонимді қалай ауыстыру керектігін көрсетемін. Ол үшін біз алдымен каналға, яғни өзіміздің YouTube каналымызға кіріп, мой канал деген жазуды көріп тұрғансай, осыны басамыз. Оны басқаннан кейін бізді настройка жағына ауыстырады. Ол жердегі мына қаламды бассаңыз, настройкаға кіріп өзгерте аламыз. Яғни бұл жерде автоматын бізге берілген Назиканаз 3923 деген YouTube'тың берген өзгертушін тағы да қаламды басамыз. Міне мұндағыны өшіріп, басқа атты қоюымызға немесе тек сандарын ғана өшіріп осылай қалдыруымызға болады. Оны қайдан білеміз? Міне мысалға Назико деген атты алатын болсақ, ол уже занят деп тұр, яғни бос емес. Немесе міне мына атты Назиконаз деп қалдыратын болсақ, ол псевдоним доступен дейді, яғни бізге мүмкіндік бар осы атты өзімізге иеленуімізге. Мысалға Instagram парақшасында да аккаунттың аты болады ғой, сол сияқты мұнда псевдоним, яғни YouTube'да өзіңіз кім білесіз белгілеу үшін осы псевдонимді қолданатын болады. Мысалға все просто деп жазсақ, ол уже занят, яғни бос емес. Минимум 3 сөзден тұру керек дейді псевдоним. Міне Назико деп жаздық, бұл да бос емес. Мұндағы Назико ННН бос екен. Бірақ біз оны алмаймыз, өзіміздің Назиканаз дегенге ұнайтын болғандықтан соны сохранить етеміз. Міне осылай өзіңізге ұнайтын кез келген лақап атты осылай қойып алуыңызға болады. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Рахмет!